Сауат ашу сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғатқа саяхат, ә дыбысы мен әрпі. Бұл сабақта сен мәтіннің негізгі ойын анықтайсың, мұғалімнің көмегімен сөздердің мағынасын ажыратасың. Балалар, өткен сабақтарда біз ә дыбысы мен әрпімен танысқамыз. Ә дыбысы жіңішке дауысты дыбыс екенін білдік. Ол сөздің басында, ортасында кездесетінін білдік. Ендеше балалар, әрпінен басталатын сөздерді еске түсіріп жіберейік. Әткеншек, әшекей, әмиян, әтеш. Бұл сөздердің барлығы ә дыбысынан басталып тұр екен. Енді балалар, ә дыбысы бар сөздерге дыбыстық талдау жасайық. Әже, 2 буын бар, 3 дыбыс бар, 2 дауысты дыбыс, 1 дауыссыз дыбыс бар. Ә дыбысы сөздің басында тұр. Әтеш, 2 буын бар, 4 дыбыс бар, 2 дауысты дыбыс, 2 дауыссыз дыбыс бар. Ә дыбысы сөздің басында тұр. Сәбіз, 2 буын бар, 5 дыбыс бар, 2 дауысты дыбыс, 3 дауыссыз дыбыс бар. Ә дыбысы сөздің ортасында тұр. Қайсыңдар балалар? Енді оқулықпен жұмыс жасайық. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Мәтінді оқы. Аққала, қыс түсті, айнала қалың қар. Әшем мен Әсет аулаға шықты. Олар аққала соқты. Мәтінде не туралы айтылған? Қай мезгіл суреттелген? Аққаланы сипаттап айт. Екінші тапсырма. Ойлан тап. Балалар, бірінші суретте қандай адамды көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, кәрі адамды көріп тұрмыз. Ал екінші суретте қандай адамды көріп тұрмыз? Соны ойланып айтайық. Тағы да мынандай бірінші суретте біз нені көріп тұрмыз балалар? Бұрышты көріп тұрмыз. Ол қандай? Кәмпит тәтті. Ал бұрыш қандай? Ойлан. Үшінші тапсырма. Жұмбақты оқып шешуін тап. Таңмен көзін ашады, әлемге нұрын шашады. Жұмбақтың шешуін астындағы сөздерден тап. Дәптеріміздің 17-ші бетіндегі әрпі бар сөздерді әдемі көркем етіп жазайық. Іске сәт.